Жүрек аускультациясы 5 нүктеден тыңдалады. Ең біріншісі митральды клапан деп аталады. Ол бізде сол жақтағы бұғана орта сызығы бойымен 5-ші қабырға аралықтан емізікшенің астыңғы бөлігінен тыңдалады. Екінші нүкте оң жақ төс маңы сызығы бойымен 2-ші қабырға аралықтан тыңдалады. Бұл аортальды клапан деп аталады. Үшінші нүкте дәл соған қарама-қарсы аймақтан сол жақ төс маңы сызығы бойымен 2-ші қабырға аралықтан тыңдалады. Бұл бізде өкпелік сабау деп аталады. Үшінші нүкте төстің симсер тәрізді өсіндісінің төске бекінген аймағынан тыңдалады. Бұл бізде үш жармалы қақпақша деп аталады. Бесінші нүкте үшінші, төртінші қабырғалардың төске бекінген аймағынан тыңдалады. Бұл бізде аортаны қайта тыңдау немесе Боткин-Эрба нүктесі деп айтылады.